Кеше апаммен сөйлестім. Көршіміз Динара жеңгейдің қайтыс болғанын естіп қамықтым. Өмірімізде болған әр оқиғадан сабақ алу керектігін түсінгенмен, бұл өлімнен де сабақ алдым. Түсінген ойымды сіздермен бөліскім келді. Динара жеңгеміз өте қамқор, жылы жүзді, бәрімізге көмектесіп, үлкендерге сәлем салып, олардың ақ батасын алып жүретін өнегелі келін еді. Ауылға түскен әр келіннің беташарында ол оң қолын ұстайтын. Үлкендер жас келінді Динараға ұқсасын деп солай ырымдап ұстататын. Ата-енеге жайлы, күйеуіне қамқор, балаларына мейірімді ананың қайтыс болғаны бәрімізге ауыр тиді. Бірақ оны неде қайтыс болғанын бәріміз білдік. Сіздерге түсінікті болу үшін басынан жазайын. Динара жеңге алғаш келін болып түскенде талдырмаш, арық, сұлу қыз еді. Кейіннен тұңғышын кесір тілігімен босанғандықтан қатты қиналып өз-өзіне күтім жасай алмады. Дәрігерлер 3-4 жыл бала көтеруге болмайтын ескерткенмен, жеңгеміз көп өтпей екіншісін қайта көтеріп қойды. Аллаға шүкір, екіншісінің өзі босанды. Бірақ 2 перзенттен соң Динара жеңгеміз тым қатты толып кетті. Мүмкін ағзасында гормоналды өзгерістер болып жатты ма? Адам танымастай өзгеріп кетті. Ағам бойы ұзын, арық азамат. Екеуі қатар жүрсе сырт көзге ағам жеңгемнің баласы сияқты болып көрінетін. Той жиындарда таныстар, құрдастары жеңгемнің семіздігін бетінен басып, оның үстіне ағам да оны көп жерге ертіп баруға ұялатын ашық айтқан соң, жеңгем қатты қайғырып кетті. Қалайда қыз кезімдегідей арықтайым деп қолынан келгенін бәрін жасады. Біраз уақыт спортпен айналысып жүрді, диета ұстады, бірақ күткен нәтиже болмады. Жеңгем интернет арқылы арықтататын дәрі сатып алып, соны ішіп жүрді. Басында дәрі жақсы көмектесті. Біртіндеп Динара жеңге арықтап, баяғыша талдырмаш қалпына оралды. Жеңгемнің арықтанғанына ең бірінші күйеуі шексіз қуанып, достарын үйіне қонаққа шақырып, барлық тойларға сұлу жеңгемді қайта ертіп апарып жүрді. Бірақ бұл қуаныш ұзаққа созылмады. Дәріні тұрақты ішіп жүргендіктен жеңгем емі жоқ ауруға шалдықты. Алдында арықтағанына қуанып жүрген ағам енді қорқа бастады. Өйткені жеңгем күн санап тым қатты арықтап жатқан еді. Көрсетпеген жері қалмады. Бірақ ауру бойын дендеп кеткендіктен жеңгем қайтыс болды. Бұл қаза бәрімізге ауыр тиді. Бірі марқұм жеңгемді кінәласа, енді бірі әйелінен ұялып жүрген ағамды кінәлап жатты. Ал сіз қалай ойлайсыз? Бұның бәріне кім кінәлі?